Бәріңе сәлем, сендермен біргеден бірал кездеріңізді. Бүгінгі видеода сендерге қытайский браузер мен біздің браузердің айырмашылығын айтып беретін боламын. Пау, бәріңе сәлем, сендермен біргеден бірал кездеріңізді. Менің арнама видеома қош келдіңдер. Бүгінгі видеода сендерге қытайский браузер мен біздің браузеріміздің айырмашылығы неде? Осыны айтып беретін боламын. Видеомыздан алыстамаңыздар. Видеомызды бастаймыз. Біз білетіндей қытайский браузер тек қана Қытайда тұратын адамдар ғана ойнай алады, немесе қытайлар ғана ойнай алады. Яғни оны біз бәріміз білетін шығармыз. Ал енді Қытайда қытайский браузер пен бүкіл әлем ойнайтын браузердің айырмашылығы өте көп. Қазір мен сіздерге бұны айтсам, сіздер таң қалып қаласыздар. Яғни мен сіздерге бірінші айырмашылығын айтайын. Қытайда тұратын адамдар браузерді тек қана 1 сағат қана ойнай алады. Ал демалыс күндері олар 3 сағат қана ойнай алады. Бұның өзі өте аз-ақ достар. Себебі браузерді біз күніне 5-6 сағаттай ойнайтын шығармыз, или одан да аз, или көп пе. Қытайлар үшін бұл жаман, екен 1 сағат ойнайды. Ал демалыс күндері 3 сағат ойнайды. Енді хотя бы 3 сағат нормально демалыс күндері. Бірақ басқа күндері 1 сағат ол жаман деп ойлаймын. Ал енді қытайлықтардың тағы бір келесі айырмашылықтары, олар тек қана күніне 45 ящик қана ашылады. Яғни 45 бокс қана ашылады. Енді білмеймін неге Supercell компаниясы қытайларға өйстіп қойған. Оны білмеймін. Осыны білсеңіздер, комментарға жазып кетіңіздер. Ал бізде келесі достар, қытайлықтарды, яғни бізде білесіздер, алу мүмкін емес, звездный шелли скины бар. Оны қазіргі кезде практически вообще алу мүмкін емес. Неге практически вообще алу мүмкін емес десеңдер, оны 2017 жылы ойнаған адамдар ғана алады. Ал ол жылда браузер өте қатты дамымаған және де атақты болмады. Оған қатты көп адам ойнамағандықтан ол көп адамда жоқ, сол 2017 жылы ойнаған адамдарда ғана бар. Ал оны қытайларға дәл қазір беріліп жатыр. Және де ол акция 52 күн тұрады екен. Сол подарканы 52 күн алады екен. Ал біздің кезімізде ол подарка тек қана 1 күн ғана тұрған болатын. Енді қытайлықтарға бұл жағдан везет дейді ғой, везет. Және де қытайлықтарға 2000 удвоитель жетонов беріп жатыр. Неге екенін білмеймін, комментарға жазып кетіңіздер. Достар, қытайлық браузер пен біздің браузердің өте үлкен айырмашылығы ол магазинде код автора. Бұл жерде бізде код авторлар, сол жерде предупреждение играй ответственно деп тұрады. Енді бізде бұған код автора жазуға болады ютуберлердің. Ал енді бұларда осындай предупреждение тұрады екен. Енді бұл өте жаман деп ойлаймын қытайлықтар үшін. Және де оларда қытайлықтарда екінші аккаунтына қосыла алмайды. Оларда вообще Supercell ID деген мүлдем жоқ. Қытайлықтар оны білмейді даже. Енді былайша айтқанда олар бір ғана аккаунтпен ойнайды. Қытайларға қандай жаман не достар? Біздің Қазақстанда туып өскенімізге Аллаға шүкір. Енді былайша айтқанда достар, қытайлықтар вообще Supercell ID дегенді білмейді. Және де олардың настройкында выход деген дәл ортасына дәл кнопка алып тұрады. Бұл өте үлкен айырмашылық деп ойлаймын достар. Достар, кімге енді бұл видеоны лайк басып орнатып келіңіздер. Ал енді бәріңе пока-пока, чау.